Ассаламатсыз ба Гүлзира ханым? Енді ниет етіп, жаңағы берсеңіз, хемокимді көмектеседі. Жанына еще тағы қосу керек. Жаңағы кальций бар ғой, омега-3, соларды жанына қосып беру керек қой. Сол кезде көмектеседі. Пол пакетик берсеңіз болады. Көп дерттерге шипасы бар негізі. Беруге болады, бере беріңіз. Одан басқа мен 2009-дан бері осы сетевоймен келе жатырмын. Бұл хемохим, хит продаж ғой, осы хемохимнен басқа әлі, по-моему, ойлап табылған жоқ ау деймін. Бүткіл ауруға ем екен. Сахарный диабеттердің, например, жара болады оларды, аяқтары, қолдары. Вот сол сахарный диабет жазылып жатыр бұл жерде. Отзывтарды мен оқығам. Мен өте осы хемохимді сеню мықты, керемет екен деп отырмын. Дәл қазір ғана ойлап отырған едім. Мен қанша нелер ішкем, жаңағы өнімдерді ше, осы хемохимға жететін жоқ екен ішінде дедім. Мен уже бір ай ішіп болып қойдым, бітіріп қойдым, да? Бұрынғы өнімдерді ішкенде бір айын ішесің ғой. Ішіп болғаннан кейін 2 күн, 3 күннен кейін сразу слабее болып, жаңағы ішпесен как-то болмайтын сияқты болып, сондай болушы еді да. Ал мынау хемохимді ішіп біттім, уже 20 күндей болып қалды мен ішіп бітіргеніме. Чувствую хорошо, например. Қазір ғана ойлағам, хемохимнің кереметтілігі күшті екен ғой. Мына хемохимді әлі елге айта беру керек екен ғой. Қаншама қиналып жүрген адамдар бар. Осыны алып ішсе ғой, керемет болар екен деп ойлап отырғам. Әзір ғана қазір чат ашып қарасам, сіз сұрап жатсыз. Болады, ДСП балаға да бәріне, бүкіл дертке бере беріңіздер. Енді олардың организмдеріне қарап. Значит, сильно не қылады болмаса, жарт-жартан. Мен бір отзывты оқығам. Бір Россияда отзыв. Қатты ауырған екен. Күнне 3-ден ішіп отырған ол кезде. Күнне 3 пакетиктен, күнне 3 доза, ударный доза жасап отырып, 1 апта ударный доза жасадым деген. Сөйтіп, аяғымнан тұрып, жаңағы жүріп үйдің ішінде уже жаңа тірлігімді өзімнің барып келетін жағдайымды жасадым деді ғой, осы хемохимнен. Бір отзыв бар, мен, может быть, табылсам, қазір жіберем. Мен бірақ телеграмда оқығам. Телеграмманы телефонға жүктеп алыңыздағыны, сол жерден специальный хемохимнің жаңа продукты хемохим деген чат бар. Сол чатқа кіріп оқысаңыз болады. Көп, өте көп. Телеграмды жүктеңіз да, сол жаққа кіріп оқыңыз бәрін. Тауып аласыздар, не керек екен. Мен қанша оқып жатырмын осы жерде, хемохимнің бүкіл дертке шипасы бар екенін білдім. Так что смело қорықпай бере беріңіз. Болады. Бірақ долго ішу керек та, долго ішу керек.